Сәлем достар, Сұлтангерей екеуміз үй тапсырмасын орындап отырмыз. Ертең Тәснемнің, мына қыздың туылған күні, 1 жасқа толады. Тұсауын кесеміз. Кеше 2 торттың корждарын пісіріп қойғанмын. Бүгін кремін жасап, торттарды жинайтын боламыз. Достар, мінекей бізде корждарымыз дайын. Кеше бәрін пісіріп дайындап қойғанбыз. Мына жерде бізде молочная девочканың коржы және де вупи пайға осындай 4 корждан дайындадық. Және де артылған тестодан мынадай печенькалар жасадық. Бұны сәндейтін боламыз. Сәндеуге қолданамыз. Қазір кремін дайындаймыз. Оған бізде міне сливки 33%, креметті, творожный сырын қолданамыз және де қант ұнтағы керек. Қант ұнтағы бізде азда болып тұр. Сол себептен қазір қант ұнтағын жасаймыз. Жасмин қантты салып жатыр мен ішіне. Бәрін құя бер, Жасмин сыйғанша. Болды деймін. До конца құя сал бәрін. Болды. Енді крышкасын жапсықтан. Mana dayın болды енді. Анау көкі ұсталып берші, мен салайын соған. Көк анау көк ұсталып кет. Қант ұнтағы дайын. Кел ұстал үстіне қой. Осы жететін сияқты. Ал енді кремді жасайық. Жүр алып жүр ана жаққа. Ол үшін біз крем жасау үшін қолданамыз. Мынау крем. Крем үшін біз сливки пайдаланамыз. 33%-ық сливки. Жасмин маған көмектескісі келіп жатыр. Так, өлшеп алайық. Болып қалды. Кішкене қалды, иә? Болды. Болды. Жарты литр қолданамыз. Айттым ғой сізге. Сахарный пудра қолданамыз. Саған 12 болды ма? 12 болған жоқ. Так, 200 грамм. Жасмин тасиды ма? Ұйықтап жатыр ғой. Ертең ұйықтаймыз. Вот сахарный пудраны салдық. Енді кел. Кел сығындыра. Так, вроде все, 1100 болды енді. Енді осынан мына жаққа мынау миксерді қолданамыз. Бізде борштың миксері. Мінекей кремге біз барлығын сливки, творожный сыр және де сахарный пудрамызды салып алдық. Қазір енді мынаны Сұлтан түсіріп жүр. Или Жасмин қайсысын түсіресің? Мінекей жабылды. Керісінше бұра. Крышкасын жауып алайық. Енді қосамыз мына жерде. Бастап қойған кішкене қойып. Креміміз дайын болғанша керекті заттарымызды дайындай берейік. Мұнда бізде мына жақта тортқа арналған заттардың барлығы осы жерде тұрады. Тортты жинау үшін мынандай айналатын столикті қолданамыз. Және де астына осындай подставка қолданамыз. Ішіне қоям. Атын негізін ұмытып қалмаған. Себебі Тәснемнің туған күнін кафеге өткіземіз. Оны астынан ұстап апаратын ыңғайлы болады. Осы күйінде торт болады мына бетінде. Так, бірінші кремді маған бетіне жағып аламыз, себебі тортымыз түсіп қалмау үшін. Осылай басып алайық. Аяқ қатып қалады ғой, иә? Сол кезде надан жылжымайды. Кейін былай не істеген кезде түсіп қалмайды. Енді мынауымызды қалайық. Сәл ғана мына жақтан кеш. Мынауын қолым тұрған жерден. Осы яқына? Иә, үшкендес. Ой, бұл. Ештеңе қылмайды. Құяйық. Бісмилла. Достар, мына біз тортты жинап қойдық. Мына жерде шоколадты ертіп көріне ме, көрінбей ме сіздерге? Көрінеді.
қазір маған бетіне шоколад құятын боламыз. Бірінші подтек жасап алайық. Шетінен осылай құямын. Достар, мына осындай тортты жинап қойдық. Ертең енді сәндейміз. Бетіне украшение қоямыз. Бізде тортты сәндегенге осындай декорациялар бар. Ертең көреміз. Екі тортқа әртүрлі декорация жасаймыз. Мына жерде бізде миньон, екі фигуркасы бар. Екеуін бірге қоятын шығармыз. Одан кейін мынандай бір жасқа свечи, сүйікті немереме деген осындай торттың бетіне қоятын тұсаукесер деген. Сосын мынандай жанатын как свечи сияқты қатты жанат. Осыдан бар. Одан кейін клубника аламыз, ертең свежий. Может, сонымен де сәндейтін шығармыз. Және де бағана айтқан мынаны да крем жағып, шоколад жағып, бұнда бетіне декорация қылып қойсақ болады. Енді екінші тортты жасайық. Достар, мына екінші тортымызды да жинап қойдық. Енді тек сәндеу ғана қалып, бетіне вафельный крошка жасап, пісіріп, соны ұнтақтап, бетіне қойып сәндейтін боламыз бұнда. Мінекей, қазір барып холодильникке салып, салқындатып қоямыз. Шықты. Әдеміз шықты. Ұнай ма? Иә. Жасминнің аузын барлығы крем болып тұр. Артық қалған крем бәрін жеп алды надан. Иә? Бәрін жеп қойды. Мен ешқандай қорш қалмады. Тек мусорлар қалып, мына жерді қазір жинастырып алуым керек. Крем тәтті ме екен? Иә. Туған күнің менен, туған күнің менен, Таснинка, туған күнің менен. Молодец! Достар, мінекей бізде осындай торттар шықты. Мына бізде опи пай, тұсаукесер деп өстіп жасадым. Декорациясы үшін еще клубника мен черешняны өстіп бетіне қойдым. Және де мына жерде мына сүйікті немереме деп миньон формаларын, бір жас свечканы, және де осындай сникерс, орео және де альбенийдің шоколадтарын да сатып алдым осылай сәндеу үшін. Вафельный крошка қазір пісірдім, ыстық болып тұр. Осыны қазір ұнтақтап, мына шетіне қазір жағып шығам. Одан кейін көрсетемін қалай болғанын. Мінекей, мынаны алып, былай ұнтақтаса крошка болып шығады. Судан керей маған көмектесіп жатыр. Мұжған ба? ASMR болып отыр ғой. Достар, мына тортты аяқтадық. Екі тортты дайын. Тұсаукесер деген мына торт. Және де мінекей, мына торттың еще бағанағы крошкасын, шетіне крошкасын жасадым. Қалай? Әдем болса, видеоға лайк басып кеттіңдер. Мына жеріне бірдеңе жетіспей тұрғаннан кейін Тасним деп жазсам ба деп ойладым. Сөйтіп шоколадты ертіп, мынау әріптерге құйып қойдым. Қазір морозильникке салып қатырып көрем, егер болатын болса, мына жерге Тасним деп осылай шоколадпен жазып қоямыз. Бәріміз әп-әдемі болып, қазір кафеге кетіп бара жатырмыз. Тәси. Ай. Осындай Тасним деген жазу шықты. Таснимнің туылған күніне көп қонақтар келді. Бір тола зал болып отырдық. Соңына қарата Таснимнің тұсауын кестік. Өкінішке орай Тасним қатты ұйқысы келіп шаршап қалған соң жылап кетті. Жылап тұрған соң өз бетінше ештеңе алғысы келмеді. Сол себептен мен мынаны ал деп барлығын бір-бірден бердім. Ақшаны қолына ұстағандай болды, бірақ сонда да оны алған жоқ. Осының барлығы сенде болсын деп соңында Таснимнің қолына барлығын ұстата салдық. Тұсауын кесіп болған соң барлық қонақтар Таснимге сыйлықтарын сыйлады. Құралай Әулбекова әпкеміз Таснимге арнап осындай жазуы бар жастық көрпесімен сыйлады. Өте әдемі екен. Видео осындай бардақ болып тұр қазір. Түнгі сағат 1:30. Үйге енді келдік. Мына жерде бізде Тасиге берген сыйлықтары.
мынау Құралай Әлбекова берген Тәсиге көрпе жастықтары ертең көрсем. Мына жақта сыйлықтары, киімдері бар. Тағы да сәлем достар. Біз Тәснимнің заттарын көріп жатырмыз. Қазір кеше айтқан болатынбыз көрсетеміз деп. Соны ашып қарап жатырмық. Сіздерге де көрсетейік. Ең бірінші мынандай несін көрсетейік. Сырғасын. Тәсиге. Аха, Тәсиге міне осындай ең алғашқы Тәснимнің сырғасы. Жақында, наверное, құлағын тесеміз деп ойлап жүргенбіз. Бірақ ерте ма деп қоям. Көреміз енді. Осындай сырға, алтын сырғасы. Осындай көйлектер міне. Көйлектерін бір-бірден көрсек, ішіндегі мынау жазда, осы жазда киетін шығар. Или үлкен болады деп ойлаймын. Келесі жыл мүмкін киетін шығар. Мынау көйлек маған қатты ұнады, өте әдемі екен. Мынандай. Мынау да әдемі. Кән? 5 жасқа киеді екен. 5 жасқа ма? Бұл енді үлкендеу, бұны көреміз. 4 жаста. 4 жаста ма екен? Иә. Осындай көйлек. Ең қатты ұнаған маған мынау көйлек өте әдемі екен. Сыймайды ғой. Саған сыймайды ғой, ол Тәснимге ғой. Қарасаңызшы, оны 4 жаста киеді екен, иә? Жазылып тұр ма? Қай жерінде 4 жас деп тұр? Шқаяқта бірақтан өзім біліп тұр. Турецкий дейді. Енді көреміз бұны ішінде. Мана ашы. Ашайын. Мінекей ішінде. Мына ішінде осындай көйлек екен. Мынандай. Осылай кисе болады жаздың кезінде. Оны да 4 жаста киеді. Негізі мына жаздық көйлек қой. Мынаны кисе ыстықтайтын сияқты, мынаны керек емес сияқты. Мына ішіндегісін осын кисе болады. Ручки не похожи, иә? Кән сен бүйтіп денеге ұсташы. Былай тақап ұста. Саған кішкентай болады. Тәсиге бір 3-4 жасында кисе болады. Ручки не подходит аяғыма, иә? Мынау иығыңа қойсай. Иығың, аха. В общем, осындай көйлек. Мына екіншісінде ұсташы өзіне. Ананы қойда. Мынау екіншісі. Жоғарырақ ұста. Жоғарырақ. Маған осы көйлек қатты ұнады. Осымен қателеспесем мынандай бант болды басына арналған. Бүйтіп басына Ашайық па? Кән ашы. Мына көйлек енді жаздық көйлек. Күнделікті повседневка кейін садикке барғанда. Мінекей осындай заттар. Қалғандары ақшалай сыйлықтар берді. Аха, картон. Аха, алып таста ол картонды. Менікі болсын. Ала бер. Басына осылай тақ қояды. Мынау көйлекке де болады сияқты. Еще мынаған да. Былай жүресің. Мынаған да. Кез келген көйлекке болады. Достар, видеоны осы жерге дейін көрген үшін рахмет. Лайк басып басқайын жоқсыңдар ма? Онда тезірек басыңдар. Онда тезірек басыңдар. Бізді қолдап кетіңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңдар, тіркеліп кетіңдер. Келесі видеода көріскенше. Пока-пока. Сау болыңдар.